Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге жанына жарты сағат подкасты. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта Қасымжанова Анар Алиакбаровна, психология ғылымдарының кандидаты, Тұран университетінің психология жоғары мектебінің зерттеуші профессоры, сонымен қатар МДР Қазақстан ассоциациясының құрылтайшысы және президенті, Эриксон гипнозы мен транстық терапия саласындағы маман, травма-фокус және терапевт. Біздің жетекшіміз Майгүл Ильясқызы және мен Ксеке Жібек. Қасымжанова Анар Алиакбаровна, бүгін біздің подкастымызға қош келдіңіз. Бізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Менің бірінші сұрағым, жаңа айтып кеттік қой, МДР Қазақстан ассоциациясының құрылтайшысы және президенті деп, сол салаға жалпы тоқталып кетсек, яғни МДР терапиясы жайлы айтып берсеңіз, және бұл терапия, бұл бағыт қандай мәселелермен жұмыс жасауға арналған? Сәлеметсіздер ма? Алғашқыдан алғысымды білдіремін сіздерге, қадірлеп шақырғандарыңызға. Енді жалпы осы МДР терапиясы бойынша айтатын болсам, бұл бүгінгі таңда жас бағыттардың бірі болып табылады. Бұл терапия ең алғашқыда оның негізін қалаушысы Фрэнсис Шапира, ол американдық психолог. Ол 40 жылдан астам осы психолог болып жұмыс жасап, және осы бағытты ашуына оның өзінің өміріндегі болған бір жағдай сондай түрткі болады. 1987 жылы ол кісі өзінің жаңағы рак ауруымен ауырғанын біліп, клиникадан шығып, содан қобалжып, қалың ойға түсіп, жаңағы саябақта келе жатады. Сонда жаңағы күзгі мезгіл, сонда жапырақтардың қозғалғанына соларға өстіп қарап, нетіп, көзін олай-былай жылжытып сөйтіп неткеннен, сосын шамалдан кейін сол жапырақтардың бірінен екіншісіне көзін аударып сөйтіп неткеннен, жаңағы өзінің күйінің өзгергенін байқайды. Жаңағы алдында қобалжып тұрған уайымның барлығы әбден басылып қалғанын байқайды. Содан кейін мен не істедім бұл жағдайда, менің осындай көңілім қалыпқа келетіндей деп, күйім қалыпқа келетіндей деп өзіне сұрақ қойып, сосын өзін бақылайды. Сонда мен көзімді жылжыттым. Зрачки глаз дейміз ғой, көз қарашығын жылжытып, сол арқылы осындай өзінің жаңағы біз десенсибилизация деп айтамыз, жаңағы күйін қалыпқа келтіргенін. Содан ол кісі жаңағы зерттеу жасай бастайды, өзіне топтар жинайды, сосын сол бағыт бойынша соны қолдана отырып, ол соның теориялық негіздемесін жасайды, жаңағы ғылыми негіздемесін жасап, сосын оқытып, үйретіп, кәдімгіде ең алғашқыда MD деген бағытпен солай деп аталатын. Содан кейіннен бұның жаңағы протоколы кеңейіп, толықтырылып, қазіргі кезде бұл МДР терапия деп аталады. Негізгі былай шығу тарихын қысқаша айтатын болсақ, ол солай. Сосын кейіннен жаңағы Америкада бұл бағыт ең алғашқыда жаңағы жарақаттаушы жағдайларға түскен, сондай жарақаттары бар, енді травма дейміз ғой, сондай жарақаттары бар адамдармен жұмыс жасауда. Әсіресе жаңағы соғыстан қайтып келген сондай солдаттардың, солардың Вьетнам соғысынан кейін вьетнамский синдром деп айтатын еді ғой. Сол соғыстан келген адамдардың қаншама жаңағы флешбеки дейміз, сондай триггерларға сондайға ұшырап, бейбіт өмір сүре алмайтын, бейбіт өмір сүру кезінде олардың жаңағы агрессиясы, немесе депрессияға түсу, ішімдікке салыну деген сияқты наркотик қолдануға, немесе зорлық-зомбылыққа дейін баруына сол жаңа соғыста алған психикалық жарақаттары себеп болды. Сосын сол мәселелермен жұмыс жасауда бұл әдіс өзінің өте жоғары деңгейдегі тиімділігін байқатты. Енді сіз осы бағытты Қазақстанға алып келген тұңғыш мамансыз. Қазақстандықтардың қабылдауы қандай оқып жатқан мамандардың? Рахмет, әрине. Енді мен айта алмаймын, мен жалғыз сондай тұңғыш маманмын деп, өйткені біздің ассоциацияда бар, басқа да мамандар оқыған осы
бағытта білім алып және қазіргі кезде жұмыс жасап жатқан. Бірақ әрине біз алдыңғы қатарда тұрған адамдармыз. Дегенмен де анау қазақ тілінде осыны бастамасын сіз бастадыңыз ғой. Себебі осындай бағытта бізге көп келеді, бірақ қазақ тілінде емес. Ал қазақ аудиториясына алып келген тарихтағы адам сіз болып қалатын шығарсыз деген үміттемін енді. Рахмет, мен ол жағынан ойламаппын. Шынымен. Иә, әрине, мысалы терапияда бізде қазақша келеді адамдар. Олармен қазақша келгесін ойлауы, сезінуі барлығы қазақша болғандықтан біз қазақша жұмыс жүргіземіз. Бұл осы әдісті сіз осы мамандар алып келді ғой, Америкадан алып келді. Енді осы әдіс Қазақстанға қаншалықты сіңімді? Ол жайында айта кететін болсақ, онда алғашқыдан біздің осы бағытты жұртқа танымал ететін және үйрететін мамандарға ол біздің МДР Қазақстан ассоциациясы бар. Бұл ассоциация арқылы бізде американдық мамандар бізде оқытып жатыр қазір. Біз олардың қазір ассистенті болып, енді былайша айтқанда, енді кәдімгі кәсіби тілмен айтсақ, супервизоры болып, жаңағы оқытуда көмек көрсетеміз. Өйткені ол кісі теориялық жағынан Марк Никерсон деген біздің неміз бар, спикеріміз бар, тренеріміз. Сол кісі жүргізеді. Бізде қазақстандық осы кеңістікте оқытуды жүргізеді. Оқыту аудармашылардың көмегімен жүргізіледі. Қазақ тілінде қазіргі кезде енді біз әрине қазақ тілінде осы бағытты дамыту бізде мақсат болды. Бірақ біз көріп тұрмыз, біз жалпы осы кеңес одағынан кейінгі орыс тілді кеңістікте, жаңағы орталық Азия кеңістігінде, аймағында осындай ассоциация болып тұрмыз. Осы әдісті үйрететін және танымал етіп соған жұмыс жасап жатқан атсалысып. Сонда бүгінгі таңда осы МДР әдістемесінің маманы болып кәдімгідей сертификатын алып оқығандар 80-ге тарта адам қазақстандық. Егер мысалы 500-ден астам адам жалпы осы 3 жылдан артта уақытта оқып шыққан болса, біздің ассоциацияның кеңістігінде, соның 80 адамдай ол қазақстандықтар болып табылады. Былай қарасақ көп сияқты, әжептәуір сан сондай. Бірақ сонда да 80 адам деген, маман деген, бұл бағытты меңгерген, ол әрине өте аз. Қарап отырсақ, бұл өте аз, әлі жеткіліксіз. Сондықтан осы әдістің тиімділігі қаншалықты жоғары болса, сол әдіс барлық біздің тұрғындарымызға қолжетімді болса екен деген енді үмітіміз бар. Я, сонда мақсатымыз бар, соған жұмыс жасап жатырмыз. Сіздерге жүгінген маман адамдар қандай әсерде кетіп жатыр? Осыны алғаннан кейін. Енді сіздерде эксперимент болып жүріп жатқан шығар, иә? Бізде эксперимент емес. Бұл эксперимент емес. Бұл кәдімгідей оқуын оқып шыққаннан кейін бұл әдісті қолдануға кез келген, кәдімгідей біз Қазақстан ассоциациясы болғанмен, біз жаңағы американдық ассоциация бар ғой, Фрэнсис Шапираның институтына қарасты ассоциация бар. МДР деп айтамыз, ол американдық МДР ассоциациясы. Ол кәдімгідей осы протоколдың, былайша айтқанда, егерлері осы әдісті бүкіл әлемге танымал етіп жатқан, оқытып, конференцияларын жүргізіп, мамандардың біліктілігін жетілдіріп, сондай площадка жасап, жаңағы ғылыми, практикалық деңгейде нетіп жатқан сондай ассоциация болып табылады. Үлкен бүкіл әлемдік ұйым. Біздің МДР Қазақстан ассоциациямыз сол ассоциацияның қауымдастырылған мүшесі болып табылады. Яғни осы біздің одағымыз, ұйымымыз, сол ұйымның қауымдастырылған біз несіміз, ұйымдық деңгейде. Сонымен қатар біздің ассоциацияның мүшесі болған барлық оқыған мамандар, олар да екі ассоциацияға бірден мүше болады. Сондай бізде жаңағындай өзі ол мамандарды қолдау стратегиясы сондай. Содан кейін, сондай білім алып шыққаннан кейін, бұл енді
эксперимент емес, бұл кәдімгідей мамандарды біліктіліктерін жетілдіріп, практикалық сондай дағдыларын дамытып, соларды қалыптастыруға арналған кәдімгідей не болып табылады. Енді егер нақты емдер әдісі туралы айтатын болсақ, бұл бүгінгі күнде А деңгейлі, яғни тиімділігі ең жоғары деңгейлі әдістің бірі болып табылады. Оған мысалы мына когнитивно-поведенческая терапия деп айтамыз, КПТ. Сосын осы емдер кіреді. Осы екі әдіс кіреді. Тіпті жаңағы дамыған елдердің жүйесін қарайтын болсақ, жаңағы сақтандыру жүйесі бар ғой. Сол кезде мысалы психолог маманына емделу, оның көмегіне жүгіну міндетті түрде берілетін жаңағы сақтандыру тізіміне енбейтін. Біздің елімізде енбейтін. Ал көптеген мысалы дамыған Еуропа елдерінде, жаңағы ақш елдерінде ол жақтарда енеді. Оны себебі осы емдер әдісінің қаншалықты тиімді екендігі ғылыми деңгейде дәлелденген. Сондықтан оны тіпті жаңағы Всемирная организация здравоохранения, денсаулық сақтау бүкіл әлемдік ұйымы бар ғой. Сол ұйымының жаңағы нұсқауы бойынша бұл әдіс жаңағы көптеген жаңағы кәсіпорындарда, жұмыс орындарында енгізіліп сөйтіп жатыр. Яғни танымалдығы сондай. Менің түсінгенімше, емдер терапиясы тұлғаның жаңағы психологиялық жарақаты деп айтамыз ғой. Психологиялық жарақатымен, травмамен жұмыс жасайтын терапия, қысқаша айтқанда. Енді осы жерде менде сұрақ пайда болады. Қазір білесіз, жастар арасында мазасыздық күйі өте көп, себептері өте көп. Студенттерде мысалы ата-анамен қарым-қатынас, ақша проблемасы деген сияқты. Сондай жаңағы эмоционалдық қашудан шығаруға көмектесе алады ма бұл емдер терапиясы? Рахмет, өте орынды сұрағыңыз сіздің. Шынымен жаңағы біз жарақаттаушы жағдайларды оны қарастыратын болсақ, ол өте көп. Ал жаңағы күйзеліске түсу, немесе жаңағы сіз айтып жатқандай жаңағы тревога деп айтып жатсыз ғой, сондай үрейлену, ол жаңағы соның артында тұрған белгілі бір жарақаттаушы мәселенің белгісі болып табылады. Мен мысалы тыныштығымды жоғалтып, мазасызданып, үрейленіп ұйықтай алмайтын болсам, немесе жұмыс өнімділігім төмендейтін болса, біз ол тек қана соны ғана содан арылумен ғана жұмыс жасамаймыз. Соның себебі болып табылатын жарақаттаушы жаңағы бір жағдаймен де сонымен де жұмыс жасаймыз. Енді емдер әдісі туралы былай нақты айтатын болсам, негізі кез келген жарақаттаушы психологиялық мәселе ол қалай пайда болады? Мысалы, бірдей жағдайда болған екі адам екі түрлі қабылдайды. Біреуі соған әсерленіп жарақаттанып қалады, ал екіншісі оны көтере алады. Яғни былайша айтқанда адамның андай резилиенттілігі дейміз ғой, төзімділігі. Біреуінікі жоғарылау болады да, біреуінікі төмендеу болады. Сондай кімдікі төмендеу болады, немесе сондай қатты әсерленгіш болса, ол адам сондай психикалық жарақат алып қалады. Сондай кезде адамның психикасы, миы сол сол жағдайда тіреліп қалған сияқты болады. Застревание деп айтамыз ғой, тіреліп қалады. Сол тіреліп қалған кезде сосын жаңағы ойланып қайтып келе береді адам. Сол ойды айналшықтап қайта ойлай береді. Содан оның үрейленуі да, мазасыздануы да, немесе агрессияға қарай кетуі да сол жоғарылай түседі. Адамның оның барлығы денесінде қалып қояды мәселе, сондай уайымдар. Сондай кезде жаңағы емдердің көзқарасы бойынша әр жағдайдың, әсіресе жарақаттаушы жағдайдың, оның жаңағы визуалды бейнесі бар. Яғни жағдайды біз кәдімгі суретке түсіріп алғандай, соны еске сақтап қаламыз. Сол флешбек сияқты келе береді алдымызға, мысалы, көз алдымызға келе береді қайта. Сондай жаңағы визуалды образы болады. Сосын денеміздегі, тұла бойымыздағы жаңағы жағдайды есімізге түсірген кезде қандай сезімдер көтеріледі. Мысалы, жүрегім қысыла ма, әлде денемде сондай кернелген нені сезем ба, ауыртпалықты сезем ба, соның барлығын біз жаңағы егжей-тегжей сондай ақпарат жинаймыз. Содан кейін бұл екінші жаңағы бірлігі да,
визуалды объект, сосын денедегі қандай өзгерістер болады, соның белгісі, сосын эмоциялық күйіміз, және когнитивті салада біз сол жайында не ойлаймыз. Соның барлығы бірігіп жаңағы жарақаттаушы жағдайды құрайды. Соны былай енді құрылымдап сөйтіп несетін болсақ, бөліп қарайтын болсақ, сондай болып табылады. Соның барлығы жаңағы негативное убеждение дейміз, жағымсыз көзқарас, ой адамның өзі туралы. Сонымен жинақталады. Сол жаңағы адамның психикасында ұсталып тұрады. Соған тіреліп тұрады адам. Біз емдерде жаңағы көз қозғалту арқылы, былай оңға, солға осындай көз қозғалту арқылы жаңағы, яғни адамның ағзасының және миының өзінің мүмкіндігін пайдалану арқылы, яғни нейробиологиялық деңгейде өңдеу деп айтамыз бұл ақпаратты. Сол арқылы жаңағы тіреліп қалған жағдайдан алып шығу адамды. Содан кейін оны басымнан өткен жағдай, мен бұны еңсердім деген оймен аяқталады. Негізі сессия сондай болып табылады. Жаңа сіз айтқан барлық жағдайлармен жұмыс жасауға болады. Қанша уақытқа созылады? Бір жағдаймен, мысалы, біз 1 сағатта жұмыс істеп шығамыз. Нәтиже береді. Бір неде сеанста уже нәтиже алуға болады. Бізді тек қана психолог мамандар тыңдамайды ғой. Қарапайымды халық тыңдайды. Соған түсініктіру үшін бір өзіңіздің тәжірибеңіздер мысал келтіріп аласыз ба? Құпиялатып сақтай отырып, болған еді дегендей үшінші жақпен айтып. Мысалы, мынандай бір жағдай болды. Осы қыста бір студент жас қыз сол сессияға келді. Ол айтты, мен енді ұзақ баратын қаржы сондай нем жоқ. Маған жылдам қандай көмек алуға болады. Ол кеш, өте кеш, почти түнге қарайды, қараңғы мезгілде үйіне қайтып келе жатқан кезде жаңағы оған бір бейтаныс адам шабуыл жасайды. Ол енді шын, былайша айтқанда, өте жарақаттаушы жағдай. Сен үйіңе бара жатқанда ойламайсың, сондай бір шабуылға тап болып қалам деп ойламайсың. Содан ол қатты қорқып қалған, үйден шыға алмайды, жұмысқа бара алмайды. Әрине оны бір кетіп бара жатқан адамдар көмектесіп, оған оны құтқарып алып қалады. Бірақ қорқыныш жаңағы бойында әбден, ол аман, ештеңе болған жоқ оған еді. Бірақ қорқыныш әбден тұла бойын бойлап қалған, ол не жұмыс істей алмайды, не оқи алмайды, жылай береді үнемі, сондай күйге түсіп қалды. Өзін қорғансыз, қауіпті күйде сезініп. Сосын оның жолдастары көмек беріп маған алып келді. Сол 1 сағатта біз жаңағы болған жағдайдан мен енді сақ боламын, өзімді жаңағы қауіпсіз жермен жүріп үйге қайтуым туралы ойланып жүремін. Және бұл жағдай менің басымнан өткен, мен еңсерген сондай деп мықты адамын, тұлғамын деп сондай немен оймен кетті. Өйткені енді бұл төтенше болған жағдай ғой, тіпті күтпеген жерден ешкім ойламайды ондайға тап болып қалам деп. Мысалы, сондай жағдай. Ал кейде болады, мысалы, бір бала болды, оқушы бала, оның ата-анасы алып келді. Сонда енді біз кәмелетке толмағандықтан баламен ата-анасының көзінше жұмыс жасаймыз. Сонда ол бала мектепте буллингқа ұшыраған, мысалы. Содан кейін жаңа келсе сабақ айта алмайды, мұғалімнің немесе кез келген адамның шамалы дауыс көтергенінен несінен қорқады. Сондай буллингқа ұшырап, буллингқа ол бала өзі ұшыраған емес, біреудің буллингқа ұшырағанын, кластасының, сыныптасының соны көрген. Оны біз андай, травма свидетелі, куәгердің несі дейміз, жарақаты деп, сондайға ұшыраған. Сонымен де бір сессияда, тем более баламен біз 20 минуттан артық жұмыс жасамаймыз. Өйткені одан артықты ол көтере алмайды, жаңа өйткені жұмыстың несі қарқындылығы, мидың өңдеуі өте жоғары болады да. Сондықтан оны бала онша қатты көп көтере алмайды. Енді ол әр адамның өзінің ерекшелігіне байланысты.
біреу жарты сағатта шаршайды, біреуге 1 сағат, біреу 1,5 сағатта кәдімгідей төзімді жұмыс жасай алады. Енді осындай мысалдар жеткілікті, түсінікті ма? Түсінікті, бірақ мынандай ситуациялар болсашы, жаңағыдай сіз айтқандай төтенше жағдайға ұшырап қалды, мысалы ит оның алдынан шығып алды деген сияқты, бірақ ол сол уақытта ештеңе сезінбеді, кетті. Ал 2-3 айдан кейін ол адамды сол мәселе қайтадан мазалай бастады. Жаңағы ит келіп қалатын сияқты, қайтадан оны қауып алатын сияқты, ода қорқыныш болады да, ол қайтадан көшеге жүре алмай қалады. Вот сондай жағдайларда. Ондай жағдайларда да бір сеанстан 3 сеансқа дейін әрі кетсе көмек көрсетуге болады. Өйткені біз мұнда жұмыс жасаған кезде ең түпкі жағдайды соны біз анықтаймыз. Мысалы, бүгін мен иттен қорқып үйіме жете алмадым. Ештеме болған жоқ, бірақ ешқандай ит бүгін қапқан жоқ, мен сондай неге болған жоқ ондай жағдай. Бірақ мен қорқып, жүрегім дүрсілдеп, сөйтіп жаңа тұла бойым енді қатып қалдым деп. Сонда біз жаңағы оған дейін болған сол жағдайды, ол қорқып қалған, денесінде қорқыныш ұялап қалған сол жағдайды анықтаймыз да, сол ең алғашқы түпкі жағдаймен соны жұмыс жасап, соны ыдыратамыз. Өйткені бүгінгі болған жағдай триггер ретінде анау 2-3 ай бұрын болған жағдайға адамды жаңағы сезім, күй сондай арқылы сол жаққа апарып тастап отыр. Сонда бүгінгі күні ит болмаса да, сол күні болған күйге адам түсіп қалады бірден. Сосын соны біз сондықтан анжақтан оны жойып, соны жұмыс істеп, содан кейін бүгінгі күнгі триггерді онымен да өңдеп, онымен жұмыс жасаймыз. Сосын болашаққа жаңағы бағдар береміз. Болашақта сондай жағдай болса, сен өзіңді қалай сезіне аласың, және өзіңді қорқынышсыз бойыңды қалай ұстай аласың деген сияқты. Өзді қалай қорқайды? Сондай жағдайда. Менде сұрақ туындап тұр. Жаңа айттыңыз ғой, бала келеді, буллингпен ата-анасымен бірге отырып шешеміз деген сияқты. Ал кейбір балаларда болатын ол енді бір психологиялық жарақат деп айтсақ болады ғой. Ата-анасы байқамайды, кейін ол ересек өмірге дейін жалғасып кетуі мүмкін да. Сондай кезде жалпы балалық шақта болған психологиялық жарақат ересек өмірге қаншалықты әсер етеді, және оны кейін енді кейбіреулер 40-қа келіп, 50-ге келіп барып психологқа барып жатады ғой. Сондай кезде жалпы емдей аламыз ба деп сұрақ қойым келіп тұр. Бұндай жағдайларды да емдей аламыз. Бұл өте кәдімгідей терең сұрақ. Өйткені бүгінгі күндегі жағдаймен бұрынғы балашақ кезіндегі болған балалық шақтағы жағдайдың екеуінің арасында тікелей байланыс көрінбейді. Бірақ ол байланыс іштей адамның психикасында сақтаулы болады. Психикасы адамның бір жабық құпиялы жәшік сияқты. Оның ішінде қандай ол логика арқылы бір-бірімен байланысып жатқанын кәдімгідей нақты біз айта алмаймыз. Және ол әр адамға тән әртүрлі болып келеді. Сондай жағдайда, мысалы, EMDR сессиясын жасаған кезде бізде мынандай не болады? Аффективный мост деген болады, аффективті көпір. Яғни сезімнің жетегінде, біз сезімнің жетегімен адамды бұрынғы жағдайда, бұрынғы кезде болған сол неге жағдайға алып келеміз. Яғни аффективный мостпен адамды жетелеп біз әкелген кезде, ол сол жағдайда қашан бұндай күйге ол түсіп қалғанын, немесе қашан ол өзі туралы сондай жағымсыз нәрсе, немесе көзқараста болып қалыптасып қалғанын, соны өзі анықтайды. Біз оған тек қана жаңа осындай кеңістік беріп, өзін-өзі зерттеуге сондай мүмкіндік беріп жетелейміз, ол өзі жаңағы аффективті осы көпір арқылы келе алады сол жағдайына. И көп адамдар жаңа сессия барысында өте таң қалады. Мен ешқашан ойламап едім. Менің бүгінгі күйім, бүгінгі жағдайым сондай бір әрекетпен, немесе кейде бір болымсыз жағдай болуы мүмкін. Сонымен байланысты болуы мүмкін. Соған сол себепкер бүгінгі күйіме деп көп адамдар мысалы таң қалып отырады. Сондай кезде біз жаңағы ең бастапқы жағдайды шешеміз, соның
ыдыратамыз сондағы жаңағы барлық жағымсыз құбылыстарды. Содан кейін бүгінгі күнге алып келіп, бүгінгі күндегі триггерді өңдейміз, сосын болашаққа подстройка жасаймыз. Сізге келген клиенттер болып еді, сол балалық шағында болып травмалармен? Әрине, ондай көп. Әр адамның өзінің өмірлік тарихы бар ғой. Мен ойлаймын да, біз балалық кезіміздегі алған жарақат біздің өмірімізге қандай кезеңіне келген кезде әсер етті дейді деп сол жаққа қайтатын болсақ, ол меніңше әлсіз адамдар деп ойлаймын да. Мықты адамдар ол артқа қайтпайды, сол кезеңдегі менде сол кездегі өзінің қазіргі сәттегі мәселесін балалық шағынан іздемейтін сияқты көрінеді өзіме. Или мен қате түсініп тұрмын ба? Әрине, балалық шақтан іздеу, балалық шақтан көру, бұл енді батылдықты қажет етеді, шындап айтқанда. Өйткені біз жаңа өзіміздің ата-анамызды, бауырларымызды қалай болса да жақсы көреміз, бір өкпеге қимаймыз деген сияқты сондай жағдайлар бар, иә. Сондай кезде біз ол себепті біреуді кінәлау үшін және сол кінәні арту үшін іздемейміз. Біз тек қана сол адамның психикасының сауығып кету үшін іздейміз себебін. Ал жаңағы сіз айтқан әлсіздік жайында айтатын болсақ, менің ойымша ол әлсіздік емес, ол адамның психикасының сезімталдығы деп ойлаймын. Өйткені біреу өте әсерленгіш болады да, сол бір интонацияға немесе ештеме айтқан жоқ, тек салқын болды. Бірақ біз соған да жарақаттанып қала аламыз. Иә, мысалы, ол жиі кездеседі біздің мысалы қазақ отбасыларында еміреніп, баламызға сондай сүйіспеншілігімізді, құштарлығымызды білдіру немесе сондайды көрмеген адам өте көп. Біздің жаңағы өзіміздің мәдениетімізде бір жаңағыдай жабық болу, ұстамды болу, сабырлы болу деген сияқты. Бірақ кейде сол сабырлық салқындық сияқты көрінуі мүмкін, ұстамдылық сондай. Салқындық сияқты көрінуі мүмкін, мысалы балапаным, құлыным деп сені еркелетпесе, сондай жылылықты көрмесе адам, ол да кәдімгі адамның жаңағы жарақаттанып қалуына әкеледі. Салқын ортада өмір сүрген, салқын ортада қалыптасқан психика жабық сондай болуы мүмкін. Өте жақсы жауап бердіңіз. Себебі біздің қоғамда қызу талқыға түсіп жатады ғой. Неге бұны қойып отырмын? Себебі біздің қоғамда көп адамдар айтады да, осы психологтар бүткіл мәселесін балалық шаққа итере салады екен деген сөз бар да. Иә, қазір сіздің де сөзіңізде сол балалық шақтан деп шығып жатқаннан кейін бір тыңдап отқан бір көрермен деп айтуы мүмкін. Осы психологтар қайтадан мәселені артқа шегіндіре салды деген сияқты. Соны енді кеңінен түсіндіріп берсін деген мақсатпен қойған едім. Шынымды айтсам, көбіне түсінікті болды деп ойлаймын. Егер шамалы қосып толықтырып жіберсем, иә, бұл сұраққа жауапты шамалы толықтырып жіберсем. Әрине, барлығын ата-анадан көру дұрыс емес. Мысалы, бала кішкентай болған кезде біз биологиялық байланысымыз бар ата-анамызбен. Біз ата-анамыздан бөлектеніп кете алмаймыз. Баламыз, біздің нәрестеміз өзінің анасысыз өмір сүре алмайды. Оны күту, тамақтандыру, ұйықтату, шомылдыру барлығы. Ол кезде ана мен бала бір ағза сияқты болады. Сондықтан ол кезде бала кәдімгідей тәуелді ересекке. Бұл сондай мезгіл болады. Ал содан кейін уже біз есейген кезде біз әлі де сол ата-анаға тәуелді болып, одан әлі де күтіп, ол біздің мәселемізді шешіп беру керек деген сияқты күйде қала беретін болсақ, балалық күйде, біз онда өзіміздің тағдырымыз, өміріміз үшін және көңіл күйіміз, психикалық денсаулығымыз үшін жауапкершілікте әлі де ата-анаға артып тұрмыз. Я, болды ондай жағдай. Бірақ ата-ана қаншалықты өзін кінәлі сезіне беру керек. Ол қанша бүгінгі күнде, мысалы, айтса да, кешір, өкінем деп айтса да, кейбір адам бар, кешіре алмайды. Ол да оның адамның қатыгездігінен емес. Ол іште қалып қойған бала кездегі сол жағдайдың бейнесі әсер етіп тұрады адамға. Бүгінгі күнде жағдай жақсы болса да,
бірақ сол бейне әсер етіп тұрады. Сонда біз адаммен жұмыс жасаған кезде кәдімгі ата-анамен сондай есептесу үшін бармаймыз, кінәлау үшін бармаймыз балалық шаққа. Сол балалық шақта болып есте қалып қойған жағдайды соны өңдеу үшін барамыз. Бұл екі түрлі нәрсе. Ата-ананың өзіне емес, сол кездегі жағдайға деген сұрақ. Осы жерде бір ситуация есіме түсіп тұр. Жасөспірім қыз мектептерге мен кеңес беремін да жасөспірімдерге. Сонда ол баланың қойғаны келгені мәселесі. Осы 5 сағаттық жол Алматыдан шығып кеткенге дейін әкесі онымен сөйлеспеген ғой. Мүлдем ештеңе айтпай барған. Иә, жол бойы да. Жол бойы. Сонда ода сондай ой қалғанда, әкем 13 жастағы қыз ғой енді. Әкем менімен ешқандай әңгіме айтқан жоқ. Әкем маған ешқандай ілтипат танытқан жоқ. Неге? деген сұрақты өзіне қойған. Ол жақсы көрмейді әкем мені деген сөз емес. Осы неге деген сұрақтың шешімін таба алмаған. Және мана сезімталдық деген осы жерден де шығатын сияқты ойланып. Яғни осындай ситуацияларда да балада қандай да бір ой ата-анасына қалып қойып, оның шешімін өзі неге деген сұрақты ұзақ уақытқа дейін бала таба алмай жүруі мүмкін ғой. Ересек кезеңде де таба алмауы мүмкін ба? Мүмкін. Кейде осындай жағдай, сол мезгілде мысалы сұраққа жауап таппады ма бала, сол жағдай мысалы жиі мазалап сөйтуі мүмкін, сол сұраққа қайтып келуі мүмкін. Егер адам өзіне өзі түсіндіріп сол жағдайды нетсе, енді жауабын тапса, ол мәселе емес болады. Ал біреу үшін ол мысалы өзіне деген мысалы мен енді қалай деп айтайын, маңызды емеспін деген сияқты, немесе менің бар жоғым бірдей деген сияқты, менің бар болсам да мен жоқ сияқты болып тұрмын деген сияқты, мен кіммін, мен ешкім емеспін деген сияқты. Сондай ойға түсіп кетуі мүмкін. Сондайдан бір ғана жағдайдан адамның өзі туралы кейде бір жағымсыз көзқарас қалыптасып қалуы да мүмкін. Өзіне деген. Өзі туралы. Біз қалай болса да, біз басқа енді әлем туралы да біздің көзқарасымыз әсер етеді, бірақ ең алғашқыдан біздің өзіміз туралы іштей жаңағы бейсаналы қалыптасқан көзқарастарымыз сол үлкен әсер береді. Ол жағдайда ешкімнің мысалы әкесінің да ешқандай ойы болған жоқ. Кінәлі ешкім жоқ ол жерде. Мүмкін әкесінде қандай да мәселе болған шығар. Жұмысында, ақшала, сол оймен жаңағы ұзын жол адамды негізі ойға жетер еді ғой. Сол ұзын жолда ол сол ойының жетегінде кетіп бара жатқан шығар. Мүмкін баласын бар екенін ұмытып та кеткен шығар, бірақ баланың қабылдауы сондай болып тұр ғой. Субъективті өте. Субъективті көзқарас. Жаңағы ойланатындай мәселе, Ал балаға ондай ойлар неден туындайды? Оған ата-ананың әсері бар ма? Жаңағындай мен елемейді деген сияқты. Мен онымен мысалы баланың самооценкасының төмендігі деп айта алар ем. Жоқ. Сіз қалай ойлайсыз? Ол жерде самооценка төмендеп кетеді деп айта алмаймын енді. Біздің жастарда мынандай нәрсе бар. Неге жоқ деп қарсы айтқан себебі сабақ айтамыз да. Олар кез келген мәселені өздерінің өзіндік бағалауымен тіреп қояды да. Менің өзімдік бағалауым төмен болғаннан кейін менде осындай нәрсе шықты деп. Оны былай деп айтсақ болады ғой, бізде психологияда мынандай түсінік бар ғой, эгоцентристік көзқарас. Эгоцентристік көзқарас дегеніміз біз кез келген нәрсенің жаңағы басқа адамның позициясынан қарай алмаймыз кейбір жағдайларға. Сонымен қатар тағы да мынандай бір көзқарас бар. Ол енді дәл эгоцентристік деп айта алмаймын, бірақ тағы да бір көзқарас бар. Кез келген оқиғада, жағдайда адам өзін себепкер ретінде қарайды. Өзін себепкер ретінде қарайтын болсақ, онда менің өзіндік баға беруім төмендеуі мүмкін. Егер барлығына себепкер мен өзім ғана деп айтатын болсақ, онда кінәлі да сен боласың, онда құндылығың да, бағаң да өзіндік төмендейді. Ал егер біз әрине оны еңсеру біздің объективті көзқарасқа және эгоцентристік көзқарасты еңсеруімізге көп
себеп болады. Келесі сұрағым, жаңа айтып жатсыз, қазақ отбасында деп, қазақ жалпы қоғамында бізде травма деген термин бір әлі де менің көзқарасым бойынша жастардың бір көзіне көрінген нәрседе менде травма, менде әкемнен травма алып кеткен, менен анамнан травма алып кеткен деген сияқты бір қолданылмайтын тұстарда қолданатын сияқты көрінеді қазақ қоғамында әлі де. Қазіргі көзқараспен қарасақ, қазақ қоғамында әлі де бір ұят секілді травмамен психологқа келу деген сияқты. Енді бір 15 жыл бұрын солай болды деп айта аламын. Қазіргі соңғы жылдары психологқа келу біздің қазақ ұлтымызға жат нәрсе емес. Бізде қазақтар және нақты кәдімгідей қазақ тілді біздің Қазақстан тұрғындары жиі психологтың көмегіне жүгінеді. Бұрын менің денім сау, неліктен мен психологқа баруым керек деген сияқты сондай бір жаңылыс көзқарас болатын. Ал қазіргі кезде психологқа баратын адам ол өзінің күйі туралы, өзінің психикалық жағдайы, өзінің болашағы туралы қамқорлық жасау көзқарасынан келеді. Бұл өте дұрыс көзқарас. Мен айтар едім, тіпті қуанам, біздің қазақтар көбірек келетініне қазір. Және мамандардың арасында да қазақ тілді мамандарда көбейіп келе жатыр. Бізде мысалы жаңағы ассоциацияның қызметі туралы айттық қой. Сонда әрине өкінішке орай бізде орыс тілінде әлі жүріп жатқаны. Өкінішке орай сондай. Бірақ қазір нақты мен өзім қазақ тілінде жаңағы протоколды аударып, қазақ тілінде қолдануға бейімдеп сөйтіп жатырмыз. Енді менің ойымша, енді 1 жылда деп айта қоймаспын, бірақ осы таяу жылдары қазақ тілінде біз осы емдар әдісін оқуын жүргіземіз деп ойлаймын. Қазір қазақ тілінде емес. Қазақ тілінде емес, өкінішке орай орыс тілінде болып тұр. Негізі қазақ тіліндегі психологтарды көп іздейді біздің қоғамда. Көбіне сапасыз мамандардың қолына түсіп қалады да, содан кейін психологқа деген көзқарас өзгеріп қалады. Психологқа барған едім, өкінішке орай. Осындай мәселемді менің шешіп бере алған жоқ. Бекер барыппын, содан кейін психологтар айта береді. Деген жақшаныштай сөзбен психологтың өзіне жаңа психолог керек екен деген сияқты жаттанды қоғамда қалыптасқан сөздерді айтып кете береді. Олар нағыз маманына түсе қойған жоқ. Нағыз мамандары әлеуметтік желіде белсенді емес. Мысалға, сіздерді халық қатты тани бермейді, бірақ сіздің істеп жатқан қазақ психологиясына жұмысыңыз өте үлкен. Жақында ғана PhD доктор маман қорғады сіздерді, өте сәтті қорғады және өте күрделі тақырыпта Бапаева Сая тектес қызы қорғап шықты. Енді PhD докторантураны оқуы бар, оны жетектеліп алу, оған жетекшілік жасау және қазақ тілінде күрделі тақырыпты алып шығу, бұл ғалымның үлкен жемісі. Соның жемісін сіздер көрдіңіздер. Және осымен қоса отырып сіздер практикалық жағында алып жатсыздар. Біз бірін қызығатымыз, біз оқып жүрген кезеңдерде психологияда біз шетелдіктерге бүйтіп аузымызды ашатынбыз. Шетелдің мамандары қандай мықты, теорияны да мықты алып жүреді және практиканы да мықты алып жүреді. Олар клиент қабылдайды деп. Бізде тек қағаз жүзді ғана ғалымдар деп айтатынбыз. Қазір Құдайға шүкір біздің сіз сияқты ғалымдарымыз екі жағында ұстап келе жатыр. Соған біз қуанамыз. Рахмет. Халықтың қолына жете қоймайсыздар және халық сіздерді қатты тани бермейді. Біздің де бүгінгі подкастта мақсатымыз осындай мамандарды халыққа таныстыру. Міне осындай мамандар бар, қолдарыңыз жетіп жатса, Алматыда болып жатсаңыздар, осындай білікті мамандарға келіп кеңес алыңыздар, жұмыс жасаңыздар деп айту үшін де біз осы подкастқа сізді шақырдық негізі. Рахмет. Сол үшін де бізде әртүрлі, мен өзім де куә болып жүрмін, курстарды оқып алады да қысқаша. Академиялық білімі жоқ. Бірақ соның не оқытты, дәл соны клиентпен жұмыс жасап, ақшасын тауып күнін көріп жүргендер деп жоқ емес шығар қоғамда. Бар, өкінішке орай бұл таяқтың екінші жағы бізге тиіп жатады ғой. Сол таяқтың екінші жағы бізге тиеді. Біз студенттерге оқытамыз. Адамның психикасымен ойнамаңдар деп. Егер білімің жетпеген жерде сен ол клиент
психологтың тағдырын қолыңа алма деп айтамын мен. Қажет емес оны алуға. Оны ала алатын білікті маманға қарай бағытта. Ол сенің қолыңнан, сізбен жұмыс жасау қолымнан келмейді деген ұят емес. Ал сіз оны алып алып, оның тағдырымен ойнау, ол үлкен қылмыс. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Сол үшін де бізде алып жұмыс жасай алмай, ол клиенттерінің келген сондай психологқа деген көзқарасы өзгеріп жатыр ғой қоғамда. Ондайлар жоқ емес, өте көп. Мен кейде қыздарға айтамын, психолог керек екен деп айтады. Әрине, біз де адамбыз, маған психолог керек, стоматолог керек, себебі ол өзінің тісін жасай алмайды ғой. Дұрыс айтасыз. Сол сияқты маған да психолог керек, себебі мен де пендемін, адаммын, етікші етікке жармай қалатын күндер болып қалады. Бізде қоғамда осындай бір жақты көзқарастар бар, соны одан әрі дамытып жатқан өкінішке орай психологтарда жоқ емес. Рас, сөзіңіздің жаны бар. Жаңағы айтып жатқаныңыз, мысалы, ғылыми жағынан психолог болуға болады. Тек қана ғылыммен ғана айналысатын. Сосын академиялық саладағы психологтар бар. Университеттерде, жоғары оқу орындарында оқытып психолог мамандарды даярлап жатқан мамандар. Сонымен қатар практик, жаңағы тәжірибе іс жүзінде көмек беретін, халықты қабылдап деген сияқты сондай. Мен бір жағынан кезде ойлаймын, бұл өте ауыр нәрсе. Мен мысалы осы ғылыми жағында, жаңа сіз айтып жатырсыз, мен жетекшілік еткен докторантым қорғауға шықты деп, шынымен мақтан тұтамын оны. Бұл ғылыммен айналысу, бұл көп жылғы еңбек. Сонымен қатар мен 30 жылға тарта университетте сабақ беремін. Бұрын студенттерге көбірек беретін, қазір докторанттарға сабақ беремін. Енді бакалавр студенттеріне де беремін сабақ. Сосын сонымен қатар осы 20 жылға тарта мен осы тәжірибелік жұмыспен айналысамын, практика. Үлкен тәжірибе. Сонда мен өзім байқайтыным, тәжірибемен айналысқаннан бері менің сабақ беру жаңағы стилімді өзгерді. Ол мүлдем өзгеше. Жаңағы ғылыми негіздемесімен, жаңағы практикамен ұштастыра отырып, оны академиялық ортада, академиялық кеңістікте соны кездестіресің. Бұл мен ойымша біздің студенттерге өте қажет сондай білім, сондай болған. Таптырмайтын. Солай. Себебі докторантыңыз көп жылдан кейін психологиядан шыққан доктор ғой. Көп жыл күттік біз осы доктордың шығуын, осындай докторларымыздың болуын. Соның жемісі болып, біз шынымен де қатты қуандық. Осы жерде сізді құттықтап қойсақ та болады. Рахмет. Алда сондай докторларыңыз көп болсын. Сондай жас мамандарға болашақта жетекшілік ететін сіздей мамандар шынымен де біздің қазақ елінде өте қажет. Себебі қазақ тілінде сөйлейтін. Себебі шынымен де біз қазақ тілді психологтарға әлі де сапалы қызмет ететін қазақ тілді мамандарға біз әлі де сусап тұрмыз деп айтсақ қателеспеймін. Рас, келісемін, бұл сөзіңізбен келісемін. Сондықтан алдағы уақыттарда біз сіз сияқты мамандарды шақырып, сізге жұмысты біз бір бағытымен ғана алдық. Мазасыздық деп. Себебі біздің қыздарымыздың өзінің ұсыныстары болды. Осы мазасыздықты айтсыншы, осы бағыттағы деп. Себебі ең басында басталған кезде қатерлі ісікке ұшыраған адам осы келе жатып деп бастадыңыз, Енді біздің Қазақстанда қатерлі ісікке ұшыраған адамдардың саны өте көп, аз емес. Оның психологиялық себебінде біз өзіміз айтып жүрміз, неге ол ондай қатерлі ісікке ұшырайды? Тағдырды қабылдай алмау, өз тағдырын қабылдай алмауының салдарынан да осындай күйге түседі адам. Әртүрлі себептері көп оның да. Бірақ соның белді себептерінің біріне осы психологиялық жағынан алып қарастырсақ, біз оның себептерін айқын көре алатын кезіміз болады екен. Рас айтасыз. Ал біздің қазақ қоғамында өкінішке орай өте көп онкологиямен алып жатқан. Сондықтан сіздің мынау алып кетіп жатқан бағытыңыз қазаққа оңынан пайдасы тиетін бағыт болсыншы деген мен өзімнің бір тілегім бар. Рахмет, мен де үміттенемін солай болады деп. Біз алдағы уақытта қазақ тілінде сіз оқытам десеңіз, біз қазақ тілінде соның оқуына өзіміздің де бірдей болса да үлесімізді шынайы қосатын едік. Көмек керек десеңіз, себебі қазақ тіліндегі психологтарды мен өзім қатты бағалаймын және қатты сыйлаймын. Және де
мынау қазақ тілінде таза сөйлеудің өзі де психологияны, ол да үлкен өнер негізі. Иә, намысымызға тиеді кейде біздің енді әрине бұл қазақша сала емес, иә, бастапқыдан. Қалай деп айтсақ та, көптеген терминдар жаңағы тіпті біз кейбір күйлерімізді атау, анықтауда сессия кезінде де клиентпен жұмыс жасағанда қиналады. Қазақ тілді адамның өзі өз сол күйлерін қазақ тілде атап айта алмайды. Мысалы, жаңағы қобалжу, мазасыздану, күйзелу, солардың барлығын, мысалы, айырмашылықтарын сезе қоймайды. Біреуде ол тек қана қобалжу болып тұрады, қобалжып тұрмын, волнуюсь ол, иә, мысалы, біз білеміз. Ал жаңағы күйзеліске ұшырау, ол қандай не? Соның барлығын кейде сөз жетпейді бізге анықтауға. Ал мысалы, ағылшын тілінде attachment дейміз, орыс тілінде травма привязанности дейміз. Қазақ тілінде біз оны қалай айтамыз? Әлі бізде қазақ тілінде бұл терминология бекітілмеген, бұл термин кеңінен қолданылып жатқан термин қазіргі кезде. Иә, жаңағы ата-ана мен баланың арасындағы байланысты соның күйге, сіз сұрақ қойып жаттыңыз ғой, соған мысалы себепкер болатын сондай бір байланыс. Кейде ата-ананың өзі емес, ал сол біздің арамыздағы байланысымыз бізге арқау болады, бізге сүйеніш болады. Сол байланысты attachment біз қазақшаға аудара алмаймыз. Әлі, мысалы, мен олай ойланам, былай ойланам, бірнеше вариантты жазып қойдым қазір, иә. Бірақ құр байланыс деп айтсақ, ол жай связь болады. Ал бұл привязанность. Сонда мен ойлаймын, бұл не, тректі байланыс деп айта аламыз ба? Өйткені адамға трек болатын, сондай сүйеу болатын байланыс. Бұл уже мағынасы бойынша аударылатын не болып табылады. Сондықтан жаңағы қазақ тілінде психологияны алып жүру бізге оңай емес. Біз терминологиялық жағынан да неміз. Мысалы, неглект деген сөз бар. Ол немқұрайлыққа ұшырау, содан жарақаттану. Жаңағы содан адам, мысалы, немқұрайлы сондай көзқараспен қарағаннан ата-анаң сондай болса, мысалы, немесе ортаңда сондай болса, елемейтін, немқұрай қарайтын болса, соған жарақаттанып қаласың, әсерленіп. Соны, мысалы, жаңағы ағылшын тілінде неглект деп айтады. Орысша аудармасыз енгізді сол сөзді. Мен айтам, өйткені орысшада баламасы жоқ оның. Мүмкін бізде де солай қолданатын боламыз ба деп ойлаймын, андай түсіндірмесін айтып, мысалы, заимственные слова деп айтамыз ғой, жаңағы сондай сөздер ретінде енгізіле ме деп менде бір тақырыптан бастап едік, мынау біздің жаңағы намысымызға тиетін бір сондай сұрақ, жаңағы қазақ тілінде өзіміздің психологиямызды дамыту. Анна ханым деп өзіңіз айта беріңіз деп рұқсат етті. Сол Анна ханыммен подкастта сұхбат болған кезде де осы терминология жайлы айтылып еді, ол кісі де қазақ тілінде айтуға осындай жұмыс жасап жатырмын, глоссарий жасап жатырмын деген сияқты. Бұл шынымен де біздің қазіргі мынау психология ғылымында жүрген мамандардың көкейтесті мәселесі болып тұр ғой. Иә, рас айтасыз. Себебі біз әркім әрқалай ойлаймыз да. Мысалы, сіз басқалай аудармасын білесіз, мен басқалай аудармасын білемін деген сияқты. Кім қалай түсінеді? Солай. Анар ханым, көп рахмет подкастымызға келіп осындай біліммен бізге бөлісіп жатқаныңызға. Енді мен жас маман ретінде сізді тыңдап, қорытынды жасап отырмын да, егер мен бұл саламен айналысқым келсе, неден бастаймын деген қорытынды сұрағымды қойсам сізге. Жас мамандар қызығушылық танытса. Қалай оқимын деп. Қалай осы емдер терапевт боламын деген сұрақ. Ең алғашқыдан жоғары білім болу керек психология саласында, немесе психиатрия саласында. Егер медициналық білім болса, онда психиатр болу керек. Ал жоғары психологиялық білім болу керек. Ол мемлекеттік жаңағы диплом, диплом государственного образца дейміз ғой, мемлекеттік сондай диплом болу керек. Сондай диплом бар болса, онда біздің ассоциацияда жаңағы emdr.kz деген біздің сайтымыз бар. Сол сайт арқылы жаңағы заявка беруіңізге болады. Бізде жылына 2 рет өтеді осындай мамандарды дайындау. Яғни бірден
жоғарғы білім болса жеткілікті осы әдісті меңгеруге келуге болады. Маған ұнап отқаны тек психологиялық білім болса, иә, маман Міндетті түрде білім болу керек. Өте маңызды да, маған да сол жағына келген қазір көп қой терапевт, ол жерде ондай міндеттелмейтін де көп. Сондықтан міндеттері өте маңызды сияқты, себебі академиялық білімді толық оқып мойындау керек оны. Мамандардың жұмыс істеу ерекшелігі бәрі де басқаша болып тұрады. Соны біздің қоғамда кейде түсінбей жатады. Сондықтан психология деген өте қиын, терең сала ғой. Адаммен жұмыс жасау ол өте қиын. Осындай салада сіз келіп жұмыс жасап жүрген сізге біз үлкен алғысымызды айтамыз. Сізге үлкен творчестволық бұл жұмыс деп те қарасақ болады, иә. Ғылыми жағынан да қарасақ болады. Сізге үлкен табыс тілейміз. Біз сізге сенеміз. Бұл ғылымды қазақиланып, осы ғылымның Қазақстандағы тарихында қалатын бір тұлға болатыныңызға соған жетіңіз, Алла қаласа. Бүткіл қазақ сізді танитын болсын. Рахмет, айтқаныңыз келсін, рахмет. Сіздердің де жобаларыңызға сәттілік тілеймін, шығармашылық сондай табыстарға жете беріңіздер. Шақырғандарыңызға сыйлап рахмет. Келгеніңіз үшін көп рахмет. Рахмет. Мен де қуаныштымын сіздермен танысып жатқаныма. Рахмет.